Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында карамельді попкорн жасаймыз. Алдымен керекті ингредиенттерді дайындаймыз. Бізге жүгері, секер, өсімдік майы, сары май, су керек. Қызып тұрған қазанымызға өсімдік және сары майымызды, артынша жүгерімізді салып, қазанның қақпағын жауып, араластырамыз. Попкорнымыз қатты отта күйіп кетпес үшін осылай қақпағы жабық күйінде араластырамыз. Піскен попкорндарымызды осындай кең ыдысқа саламыз. Попкорнымызға карамель дайындаймыз. Оған су, секер, сары майды қосып, қызарғанша араластырамыз. Осындай қызарған карамельді қайнатқаннан кейін дайын попкорнымыздың үстіне құйып, попкорнды араластырамыз. Карамельді попкорнымыз дайын, ас болсын.